Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 3 сынып 87-ші сабақ. Сабақты көрмес бұрын каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. 16-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына атақты тұлғалардың бірінің атын қойып, мәтінді оқы. Қоғам қайраткері, ақын, жазушы, ол ауылдық мектепте қызмет атқарды. Елге білім, ғылым таратудың жолдарын қарастырды. Халықтың көркем сөз мұрасын жинады. Мектепке арналған әліппе, оқулықтар мен оқу құралдарын жазды. Баспасөзге мақалалар жазып, өлең шығарды, аударма жасады. Крыловтың туындыларын аударып, 40 мысал деген атпен кітап шығарды. Мәтін кім туралы? Оның тұңғыш оқу құралы қалай аталады? Ол қандай оқулық? Ойыңмен бөліс. Мәтіннен етістіктерді тап, олардың негізгі немесе туынды етістік екен ата. Біз бұл жерде мәтіннің тақырыбын атақты ақын жазушы Ахмет Байтұрсынұлы деп жазып қоямыз. Оның бірінші сұрағымыз, оның тұңғыш оқу құралы деп аталады. Ал етістіктер келетін болсақ, атқарды, қарастырды, жинады, жазды, жасады, аударып, шығарды. Бұның барлығы негізгі етістіктер деп аталады. Келесі жаттығуымыз 17-ші жаттығу. Берілген зат есімдер мен сын есімдерге ла, ли, да, де, та, те, дас, тас, лас, лес, тан, тен жұрнақтарының тиістісін жалап, туынды етістікті жаса. Туынды етістіктердің ішінен өзің қалаған 3-4 сөзбен сөйлем құрап жаз. Бұл жерде біз әуелі осы жұрнақтарды қосып жазып аламыз, осы сөздер берілген бізге. Торла, арқанда, емде, арала, сабында, үтікте, тісте, ақта, ұсақта, көркемде, жақсылас, оңда, жаңала, іріле, ақылдас, достас, пікірлес, әдеттен, рақаттан. Осы сөздерді дәл осылай жазамыз, жұрнақтарды жалғап. Ал келесіне біз сөйлем құраймыз. Әсет тайыңды қырға арқанды. Балнұр киімдерді жылдам үтікте. Аружан қолыңды жумас бұрын сабында. Дәл осылаймен 3 сөйлем құрадым балалар. Сіздерде әртүрлі сөйлем құрасыңдар болады. Қажет болса, осы жазып алыңыздар. Келесі жаттығуымыз 18-ші жаттығу. Жаңылтпашы жатқайт және жаз. Атам бақ аралады, ағам тал аралады, апам көл аралады, асыл ат тағалады. Қарамен жазылғандар қандай сөздер, олардың мағынасын бір-біріне түсіндіріп көріңдер. Туынды етістіктерді тауып, сөз құрамына талда. Бұл жерде туынды етістігіміз аралады, түбір сөз ара, зат есім. Тағалады, түбір сөз таға, зат есім. Таға деген сөз бұл аттың аяғының астына қойылатын таға деп атаймыз. Туынды етістіктер деп аталады бұның барлығы. Ара дегеніміз аралады, кәдімгі атасы бақ аралады. Ағам тал аралады деп отыр, талды аралады деп. Етістіктер аралады деген сөзбен және тағалады екі етістікті алған. Дәл осылай туынды етістіктер деп аталады екен. Келесі жаттығуымыз шығармашылық үзіліс. Етістік сөзінен баспалдақ жаса. Осы әріптерден басталатын іс-әрекетті білдіретін сөздер ойлап түркіз толтыр. Етістік сөзінің баспалдағын толтырамыз. Етістіктермен шыққан етістіктердің қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін айт. Туынды етістіктерді теріп жаз. Мен сіздерге оны жазып қойдым балалар. Ез, тұр, істе, сұран, тазала, ізденбе, көмектес. Ал ез деген сөз негізгі етістік, тұр деген негізгі етістік, істе туынды етістік, сұран негізгі етістік, тазала туынды етістік, ізденбе негізгі етістік, көмектес туынды етістікке жатады екен. Дәл осылай жазып алыңдар балалар. Келесі сабақтарда мені жоғалтып алмас үшін
Kanalıma тіркеліп кетіңіздер. Сау сәлеметте болыңыздар.